Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі болып шығатын зебра пирогтың рецептімен бөліскім келеді достар. Өте тамаша, дәмі де өте ерекше болып шығатын осындай зебра пирогтың рецептісін білгіңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қарап бақылап отырыңыздар достар. Жұмсақ, өте нәзік болып шығатын осындай пирогымыз сіздердің отбасыларыңызға ұнары сөзсіз достар. Менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар достар. Менің каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар достар. Осындай өте әдемі болып шығатын зебра пирогының рецептісін мен описание бөліміне қалдыратын боламын. Осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлім бар. Сол бөлімге кіріп толық рецептіні ала аласыздар достар. Өте дәмі де ерекше, көрінісі де ерекше болып шығатын осындай пирогты жасап көруді сіздерге ұсынар едім. Өте дәмі де ерекше, жасалу жолы да өте оңай достар. Ондай болса зебра пирогымызға керекті заттарымызбен таныстырайын. Алдыменен осындай сүт, сұйық май, шекер, разрыхитель, 3 жұмыртқа, какао және ұнымыз керек болады достар. Және құрғақ ыдысымызда тағы бір құрғақ ыдыс дайындап алатын боламыз. Алдымен осылай сүтімізге 3 жұмыртқамызды салып, осындай шолқымыздың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз достар. Енді үстінен шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып, жақсылап біркелкі етіп араластыратын боламыз достар. Жақсылап біркелкі араластырып, үстінен сұйық майымызды құямыз достар. Барлық заттарымды қанша граммнан салғанымның барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын достар, жасап көріңіздер. Осылайша майымды құйып, жақсылап араластырып алдым. Және енді ұнымызды міндетті түрде илегіштен өткізіп істегендеріңіз дұрыс достар. Себебі біздің пирогымыз жақсы көтерілу үшін ұнымыз еректен өту керек достар. Мен осылайша ұнымды еректен өткізіп, үстінен разрыхителімді де салып, біркелкі етіп араластырып, біркелкі масса жасап шықтым достар. Міне осылайша біздің массамызды осылай 2 ыдысқа бөліп алатын боламын. Жаңағы құрғақ ыдысыма, бір құрғақ ыдысыма міне бір жарты массасына какаоны қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз достар. Қара осындай болғанша араластыратын боламыз. Міне қоңыршыл болып шықты. Осылай алдыменен қызып тұрған осылай табамызды майлап, 2 қасықтан ақ массамыздан құямыз. Тағы да 2 қасықтан қоңыр массамыздан құятын боламыз. Какао араластырған массамыздан құятын боламыз достар. Міне осылайша бәрін осылай 2 қасықтан құйып аласыздар достар. Массамызды қатты қою қылып, қатты сұйық қылып жіберуге болмайды. Қаймаққа ұқсаған созылмалы масса болу керек. Міне достар, мен барлығын құйып дайындап алдым. Міне осылайша зубочистканың не болмаса, осылай иненің көмегімен осылайша форма сызып, гүл сызып әсемдеп алатын боламыз достар бетін. Міне өте әдемі болып шығады достар. Көрінісі де өте ерекше. Міне бәрін жасап шықтым достар. 150 градуста 45 минутқа қойып, осылайша пирогымды пісіріп алдым достар. Әр қайсыңыздың пештеріңіз әртүрлі. 150 градуста пісіресіздер. Бір пештерде тез піседі, бір пештерде жай піседі достар. Сондықтан да 150 градусқа қойып, пирогтарымызды бақылап көріп отырамыз. Жай піскені дұрыс, себебі аралар шикі болмау керек. Міне арасы шикі болмай, өте жұмсақ болып пісіп шықты достар. Егерде менің видеом ұнаса, маған лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар достар. Менің рецептім сіздерге ұнайтын болса, жасап көріңіздер. Өте тамаша, отбасыларыңызға ұнар сөзсіз. Қонақ келгенде де жасап берсеңіздер, өте дәмді болады. Жасалу жолы да көріп тұрғандарыңыздай өте оңай достар. Жасап көріңіздер. Менің инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Менің видеома маған подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар достар. Өте тамаша болып шығатын, алдағы уақыттағы керемет рецепттермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Алмагүл.